Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай өте тәмді жаз мезгілінде шөлді қандыратын бидай көже дайындайтын боламыз. Алдыменен осындай түйілген бидайымызды ыдысымызға салып, жақсылап 3-4 мәрте жуып алатын боламыз. Мұндай түйілген бидайды азық-түлік сататын дүкендерде, базарларда сатылады. Міне енді осы түйілген бидайымызды жақсылап 3-4 мәрте жуып алғаннан кейін оны арнайы ыдысымызға салып, бетін толтырып су құйып, жай отта қайнатпаймыз, жай отта демдеп, яғни бұны бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бидайымыз осылай бұқтырылғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай міне ісініп бидайымыз түгел пісіп шықты. Дәл осылай бидайымызды пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте арнайы ыдысымызға айранымызды құямыз. Кей жерде айран, кей жерде қатық деп аталады. Осы айранымызды құйып, оның үстіне суымызды құйып, айран мен суымызды жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Егер айран болмаса, кәдімгі піскен айранмен жасасаңыздар да болады. Міне осылай араластырып болғаннан кейін оның үстіне жаңағы піскен бидайымызды үстіне мөлшерлеп қарап көз мөлшерде саламыз. Міне осылай салып болғаннан кейін оның үстіне қайнаған және суытылған, қайнап суытылған мұздай суымызды үстіне құятын боламыз. Және дәміне қарай тұзын да салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осы кезде жақсылап араластырғаннан кейін қайтадан оны отқа қоятын боламыз. Отқа қойған кезде қатты қайнатпаймыз, айранымызды қатты бір ысытып аламыз. Осы кезде бұл бидай көжеміз біздің ұзақ уақыт сақталуына жақсы әсерін береді және айранымыз өте дәмді болады. Міне осылай қатты отта қатты ысытып алғаннан кейін, ол суығаннан кейін тоңазтқышқа салып, әбден мұздатып ішсеңіздер өте дәмді, нағыз қазіргі уақытта шөлді қандыратын сусын болады. Тоңазтқышта бір апта көлеміне дейін сақтап қолдансаңыздар болады. Міне мен осылай күнде жасаймын, менің балаларыма қатты ұнайды. Әдетте жасаған сайын 2-3 күнде тауысып қоямыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді шөлді қандыратын нағыз жазға арналған бидай көжеміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.